Орталық аудандық кітапхана атаулы күндердің ұлттық күнтізбесін танымал ету мақсатында Қазақ ғарышкерлер күніне орай «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» атты бейнероликті ұсынады. Қазақстан аумағында орналасқан Байқоңыр ғарыш айлағы ғылымның ең озық саласы үшін қалтқысыз қызмет етіп келеді. Аттары аңызға айналған қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа сапары Қазақстан тәуелсіздігінің алтын бастауы болды. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері болса, Талғат Мұсабаев 309 ғарышкері, Айдын Айымбетов 545 ғарышкері. Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут, Талғат Мұсабаев 341 күн 9 сағат 48 минут, ал Айдын Айымбетов 9 күн 20 сағат 13 минут болған. Үш қыранға да кеңістікті игеруге сіңірген аса зор еңбегі, ұшу кезінде көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін халық қаһарманы атағы берілген. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1946 жылы 27 шілдеде Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы 1 Май ауылында дүниеге келген. Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, Кеңес одағының батыры, Қазақстанның халық қаһарманы, авиация генерал-майоры. 1988 жылы Кеңес одағында тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдыру арқылы солтүстік полюске ұшу сапарын ерлікпен орындады. Осы кезде авиация саласындағы ерен еңбегі үшін Тоқтар Әубәкіровке Кеңес одағының батыры атағы берілді. 1989 жылы ол бірінші болып МиГ-29К дыбыстан жылдам ұшағын Тбилиси авиа крейсеріне шеберлікпен дәл қондырып, қайтадан сол кемеден трамплиннен ұшып шығады. Бұлайша көкке көтерілу әлемде тұңғыш рет тіркеліп, Тоқтар Әубәкіровтің есімі Гиннестің рекордтар кітабына жазылады. 1991 жылы 2 сәуірде Кеңес одағы ғарышкерлер даярлау орталығында дайындыққа кірісіп, сол жылы 2 қазанда Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұшты. Кеме жер төңірегіндегі Мир орбиталық кешенімен түйісті. Биотехнология, металлургия, медицина салалары және арал аймағы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Зерттеу нәтижесінде арал үстіндегі тұзды шалын борамасының пайда болу процесі, зиянды аэрозолдардың Қазақстан мен Ресей аймақтарына таралуының ғарыштық суреттері алынды. Сондай-ақ Қазақстан аумағындағы атмосфераны және жер бетін зерттеу, жұлдызды аспанда астрофизикалық бақылау жұмыстары да ойдағыдай өтті. 1991 жылы 10 қазанда жерге оралды. Ғарыштан оралған соң еліміздегі зерттеулер негізін қалауға, отандық қарулы күштердің әскери даярлығын жетілдіруге, әскери патриоттық тәрбие жұмыстарын жолға қоюға, саяси және қоғамдық қызметтерге белсене араласты. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы ауылында туған. Қазақтың 2 ғарышкері, Қазақстанның халық қаһарманы, авиация генерал-лейтенанты. 1991 жылдан бастап ұшуға даярланып, қосалқы ғарышкер есебінде 2 экипаждардың мүшелігінде болған. Ғарышқа 3 рет ұшқан. 1994 жылы 1 рет ұшқанда 126 күнді. 1998 жылы 2 рет ұшқанда 208 күнді сонда өткізді. Гиннес кітабына бір айдың ішінде 5 рет 30 сағат 8 минут ұзақтықпен ашық ғарышқа шыққаны жазылған. 2001 жылы 3 рет ұшқанда 8 күн болған. Ол ғарышкерлер арасында алғашқы хирург атанған. Ата-анасы Талғат Бигелдинов ағасындай батыр болсын деп атын ырымдап қойған екен. Бала Талғат та ағасы сияқты батыр, одан кейін Юрий Гагарин сияқты ғарышкер болуды армандап өседі. Сол арманына 43 жасында қол жеткізеді. Айдын Ақанұлы Айымбетов 1972 жылы 27 шілдеде Алматы облысы Талдықорған қаласы Өтеней ауылында дүниеге келген. Қазақтан шыққан 3 ғарышкер, халық қаһарманы, авиация генерал-майор. 1993 жылы алғаш рет ғарышкерлікке өтініш берді. 2012 жылғы 12 қазанда Қазақстан Республикасының ғарышкері дәрежесі берілді. 2015 жылы 2 қыркүйекте 2 бортинженер ретінде Союз ТМА-18М кемесімен Байқоңырдан халықаралық ғарыш станциясына аттанды. Айдын Айымбетов ғарышта 10 күн болып маңызды зерттеулер жүргізді.